Енді Bybit биржасына қалай тіркелеміз, верификациядан қалай өтеміз, және де қауіпсіздіктерді қалай орнатамыз, сол жайында бүгін сөйлесетін боламыз. Так, ең алдымен Bybit биржасына кіргеннен кейін бізде главный экранда жоғарыда профиль бар. Профильді басқаннан кейін регистрация дегенді басамыз. Регистрация дегенді басқаннан кейін осы жерде біз номер телефона дегенді таңдаймыз. Мына жерде біз Қазақстан дегенді таңдауымыз керек болады. Қазақстан деген таңдағаннан кейін осы жерде номерімізді жазамыз. Номеріңізді айтып жіберсеңіз. 705 701 5768. Так. Енді мына жерде код жазып қойын. Кодты сізге кейін айтып беремін, хорошо? Так, регистрация дегенді басамыз. Регистрация дегенді басқаннан кейін бізде жалпы сен ботсың ба, бот емессің ба жайында жаңағыдай капча болады. Сол капчадан өтіп кету керек. Мына жерде толығымен былай көрсетуіміз керек. Так, бізге телефонға код келеді. Кодты айтып жіберіңіз. 37 449. 37 449. Кодты тергеннен кейін біз регистрация успешно прошла деп шығады. Яғни біз регистрациядан өттік, бірақ та біз әлі верификациядан өткен жоқпыз. Верификациядан өту үшін бізде мына жерде главный экранда тұрады, жоғарыда профиль дегенді басасыз. Профиль дегенді басқаннан кейін верификация личности деген бөлім бар, соны басамыз. Басқаннан кейін проверить сейчас дегенді басамыз. И осы жерде біз Қазақстанды таңдауымыз керек. Қазақстан таңдаймыз. И мына жерде мен алдыңғы сабақта айтқан болатын, удостоверение личности кейбір жаңағыдай биржаларда бізде ID карта деп тұрады. Сондықтан да осы жерде біз егерде удостоверение жаңағыдай удостоверение таңдағымыз келсе, өзі ID картаны таңдаймыз. Және де бұл жерде паспорттан бөлек жаңағыдай водительский удостоверение арқылы өтуге болады, және де ВНЖ, яғни вид на жительство арқылы өтуге де болады. Так, ID картаны таңдаймыз, далее дегенді басамыз и тағы да далее дегенді басамыз. Удостоверениеңізді таңдай беріңіз. Мына жерде айтып тұр, яғни сіз удостоверениені көрсеңіз, және де селфи түсесіз деп тұр. Продолжить дегенді басамыз. Мына жерде ID карта дегенді таңдаймыз и кәне беретіміз. Так, мына жерде все данные видны дегенді басамыз и артын түсіреміз. Все данные видны деп тағы да басамыз. И осы жерде біз түрімізді көрсетуіміз керек. Әрине, ең алдымен біз шапкамызды шешуіміз керек. Так, қайтадан түсіреміз. Ваши данные приняты дейді. Так, проверяется дейді. Назад дегенді басамыз. Так, в процессе деп тұр. Яғни толығымен верификацияны өтіп болғаннан кейін келесі міндет бізде ол әрине қауіпсіздікті жаңарту. Яғни біз Bybit биржасының бастапқы бетіне өтеміз, жоғарыдағы профиль дегенді басамыз, басқаннан кейін безопасность дегенді таңдаймыз. Безопасность дегенді таңдағаннан кейін біз бастапқыда регистрацияны телефон номері арқылы өттік, енді біз почтаны енгізуіміз керек. Почта дегенді басамыз, электронный почта дегенді басамыз. И осы жерде бізде капча шығады тағы да, капчаны тағы да орнына келтіруіміз керек. Так. Так. Енді осы жерде бізге телефонға SMS келеді. Сол телефонға келген SMS-ті осы жерге енгізуіміз керек. Толығымен номер телефонға келетін SMS-ті енгізгеннен кейін электронный почтаны жазыңыз деп тұрады. Электронный почтаны жазып жіберіңіз. Шапкаңызды киіп ола берсеңіз болады. Электронный почтаны қатесіз жазуға тырысыңыздар, өйткені сіз жазғаннан кейін код басқа почтаға кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да толығымен тағы да бір қайталап шығыңыз. Сіз дұрыс почтаны жаздыңыз ба, жазбадыңыз ба? Точка мына жерде. Мына жерде почтаны жазып болғаннан кейін получить код верификация дегенді басамыз. Бізден тағы да капча сұрайды. Капчаны орнына дұрысқа қойғаннан кейін бізге почтаға код келеді. Сол кодты айтып жіберіңіз.
Так, бұл Binance, так, мынаны кеп тұр. Так, 185, 307. Так, тергеннен кейін бізде верификация успешно пройдено деп тұрады. И осы жерде біз енді телефон номері арқылы қайтадан кіруіміз керек болады. Так. Так, біз қайтадан атымыздан кірдік. И мына жерде бізде уже бірінші уровень, яғни верификация успешно өтіп кеткен, былайша айтқан кезде. Бізде мына жерде екінші уровень бар, жаңағыдай верификациядан, оның өтудің қатты бір маңыздылығы жоқ, әрине. Егер де сіз Bybit биржасында мерчант аккаунт алғыңыз келсе, өзі өтсеңіз болады, бірақ оның пока что новичоктарға керегі жоқ деп те айтсам болады. Енді мына жерде біз толығымен электронды почта, телефон номерді тіркедік, енді біз Google аутентификаторды тіркеуіміз керек. Мына жерде Google аутентификатор деген жерде галочка қоямыз. Галочка қойғаннан кейін бізден тағы да капча сұрайды. Капчаны орнына келтіреміз. И осы жерде бізге почтаға код келеді. Айтып берсеңіз. 523 580. 580. Так, біз кодты тергеннен кейін бізге Google аутентификатор шығады. Продолжить дегенді басамыз, копировать дегенді басамыз, бізге код беріледі, соны копировать етеміз. Біз жаңағыдай Google аутентификатор приложениесіне кіреміз, астыңғы бөлімдегі плюсты басамыз. Плюсты басқаннан кейін ввести ключ настройки дегенді басамыз. Осы жерге аккаунт Bybit дейміз и қасына атымызды жазып қоя салайық, чтобы шатасып кетпес үшін. И жаңағы ключті вставить етеміз осы жерге. Добавить дегенді басқаннан кейін бізде соңғы бөлімге Bybit Ерасыл деген уже шығып тұр, былайша айтқан кезде. Қайтадан Bybit биржасына кіреміз. Көп жағдайда көбісі жаңағыдай код шыққаннан кейін болды, мен істеп қойдым, Google аутентификаторды өткіздім деп ойлайды, жоқ, олай емес. Біз енді код шыққаннан кейін сол кодты енгізуіміз керек. Ол үшін далее дегенді басамыз и бізге осы жерге Google аутентификатордың кодын жазуымыз керек. 356 544. Так. Все, жазылғаннан кейін бізде Google аутентификатор толығымен тіркелді. Так, енді біз қайтадан атымыздан кіруіміз керек. Каждый безопасностьті орнатқан сайын сізді жалпы Bybit биржасынан шығарып жіберіп тұратын болады. Бірақ ол алаңдайтын нәрсе емес. Так, енді кіретін кезде бізде каждый раз Google аутентификатордың кодын сұрап отыратын болады. Так, подтвердить дегенді басамыз. Болды, все. Біз толығымен верификацияны орнаттық, безопасностьтің түрлерін орнаттық. Және де достар, Google аутентификатор тағы да сіздерден ошибка кода деп шығатын болса, алдыңғы Binance'да тіркелген кезде біз Google аутентификаторда Android'тарда синхронизация жасау керектігін айтқан болатынбыз. Дәл солайынан жасауларыңыз керек болады. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта біз Huobi биржасына қалай тіркелу керек, верификация қалай өту керек, және де қауіпсіздіктерді қалай орнату керек, сол жайында сөйлесетін боламыз.